Қолбасшы, жауынгердің жүрегіне жол таба білу қажет. Ол сарбаздың сыр сандығының кілтін өз қолына ала білгендігі абзал. Сарбаздардың сыр сандығының 3 кілті бар. Ол ақыл, ерік, сезім. Ашу ызамен емес, ақыл парасатпен ерек. Бірақ жөнсіз мақтама, орынсыз зекіріп сөкпе, даттама. Құр босқа айқайлап бақырма. Орынды жерде қатал болады. Қаталдық, әділ болып, еш уақытта сарбаз бойындағы адамгершілік сезіміне, намысына тиіп қорламайтын болсын. Қаталдық, азаматтық мінез-құлық нормасына асып кетпеуі қажет. Осыдан бастап қолбасшыдан қарамағындағы жауынгерді жақсы білу, оларды тәрбиелей білу, басшылық ете білу талап етіледі. Парыз өзінің мағыналық аясында ақыл, сезім, ерік, шындық пен махаббат мәселелерін қамтып, оларды адамның қызмет аясында келеңсіз құбылыстарға қарама қарсы қоятын ең жоғары интеллектуалдық ұғым. Парыз сезімін дұрыс ұғынған адам еш уақытта қорқақтық пен опасыздыққа жол бермейді. Ар жақсылық пен зұлымдықты, шындық пен жалғандықты, әділдік пен әділетсіздікті қамтитын адамгершілік ұғымы. Ар парызды қадағалайды, адам қызметін реттейді, адам қандай нәрседен өз бойын аулақ ұстау керек екенін айқындайды. Абырой, жеке адамның ар-намысын ұғыну деген сөз. Абыройды жоғары моральдық рухты сақтау жолында өз өмірін қиюға дейін баруға ниет ету намыс деп аталады. Қазақта өлімнен ұят күшті деген сөз бар. Ұят жасаған әрекетінің жөнсіздігін түсіну деген ол. Ұлттық рух тамаша қасиеттерге ие, өз ұлтыңды тануға көмектеседі. Ал бізге осы асыл қасиеттерді дамыта түсу қажет. Тек осындай адамдар ғана отаны мен отандастарының алдындағы өз борышын терең және жоғары сезіне алады. Осының бәрін біз тарих алдында, отан алдында, адамгершілік, намыс алдында ақ ниетпен азаматтық борышымызды өтеу үшін істедік. Ерлік еріксіз қалмасын.